Көктемнің соңы мен жаз мезгілі және де күздің басы кезінде жеміс-жидектердің пісіп, дәруменге толы көкөністерді тұтынатын нағыз уақыт болып саналады. Алайда дәл осы уақытта тамақтан улану күрт көбейеді. Себебі күннің ыстықтарынан тағамдардың тез бұзылуы, мысалға көшеде сатылатын самса, пирожки сынды, одан бөлек консервілер, фастфудтар және де көп қолданатын жаз мезгіліндегі қауын қарбыздардан тез бұзылу салдарынан адам ағзасына шаң тозаңдар арқылы және де осындай бұзылған тағамдар арқылы түрлі инфекциялар түсе бастайды. Бұл адам ағзасына түскен тағамдық токсикоинфекция, яғни тамақтан улану деп аталады. Яғни тағамдық токсикоинфекция дегеніміз адам ағзасынан тыс, яғни тамақ өнімдерінде болатын экзотоксиндерді шығаруға қабілетті асқазан ішек жолдарының жоғары бөлігінің зақымдануымен көрініс беретін, яғни гастрит, гастроэнтерит және де ағзадағы су-тұз алмасудың бұзылысымен өтетін шартты патогенді бактериялардан туындайтын жедел әрі қысқа мерзімді ауру. Тағамдық токсикоинфекциялардан берілу механизмі бойынша фекальды-оральды жолмен берілу жолы алиментарлы тамақтан жұғып отырады, бірақтан да адамнан адамға бұл инфекция жұқпайды, яғни бір адам ауырса, екінші адамға ол жұғып ауру деген сияқты болмайды. Енді бұл инфекцияның клиникалық көрінісіне тоқталатын болсақ, инкубациялық кезеңі бойынша жарты сағаттан тіпті 2 сағаттан 24 сағатқа дейін созылады. Яғни осы бір күннің ішінде кез келген уақытта басталуы мүмкін. Және де екінші бұл интоксикациялық синдром, яғни температураның көтерілуі, тіпті қалтыраулар, температура 38-39-ға дейін көтеріліп әлсіреу, ауырсыну синдромы бойынша іш аймақтарының ауырсынуы, яғни эпигастр аймағының және де асқазан, ішек жолдарының ауырсынуы. Диспепсиялық синдром бойынша, яғни жүрек айну, құсу, тенезм және де жалған тенезм деген бар, тура дәретке барғысы келген сияқты болып қайта-қайта іштің ауырсынуы, іш өтулер, диареямен және метеоризммен, іштің кебуімен көрініс береді. Гастроэнтериттік синдром және гастроэнтероколиттік синдром және жүрек қан тамырлар жүйесінде бойынша жүрек тондарының бәсеңдеуі, тахикардия немесе әлсіреп кетуі, яғни брадикардия, және жүректің 60 пен 90-дан нормада соғу керек болса, 90-нан асып кетсе тахикардия, 60-тан төмен кетсе брадикардия болады, және артериялық гипотензия, яғни давлениесінің түсіп кетулері, тері жабындылары бозғылт болып, цианоз, кейде аяқ-қолдардың мұздауы байқалуы мүмкін. Тілі ақшыл сұр жабындымен жабылып, өйткені эпигастр аймағы ауырсынып жатыр, іші жұмсақ, эпигастр аймағында тіпті кіндік айналасында ауырсыну сезімдері болады. Жалпы біз айтып жатырмыз, тамақтан улану деп, яғни күн сәулесінің әсерінен жалпы жылы мезгілде осындай жағдайлар көп кездеседі, тағамдардың тез бұзылуы болады деп. Себебі бұның барлығының негізінде жатқан осы жерде көрсетілген инфекциялар болып саналады. Яғни бұл кластридиум, бацилла, клепсиелла, энтеробактериялар, протеилер, осының барлығы қоздырғыштар күн сәулесі жалпы жылы мезгілде олар тез көбейіп, қозғалып, дамуына әсер етеді. Сол арқылы тағамдарды бұзады да адам организміне түскеннен кейін ол жерде интоксикациялық белгілер шақырып, адамның жағдайын қиындатады. Енді патогенезіне тоқталатын болсақ, бізде организмнің кез келген жерінде клеткалық, яғни жасушалар болады. Енді ол ағзаға токсиндер түскеннен кейін асқазан мен ішек жолдарындағы эпителиалды клеткалармен байланысады. Эпителиоциттердің ферменттік жүйелеріне әсер етеді. Екіншіден, циклдік АМФ және циклдік МФ деген болады, солардың түзілуі жоғарылайды. Бұл токсиндердің әсерінен ағзада бізде қабыну медиаторлары деген нәрсе болады, яғни простагландин, гистамин деген сияқты. Яғни ағзада интоксикация шақырып жатқан, яғни температураның көтерілуі, іштің бүріп ауыруы, әлсіреу деген сияқты. Бұл ішек гормондардың түзілуін жылдамдатады. Яғни асқазан мен ішек қуысындағы бұл сұйықтықтар, су-тұз алмасу бұзылады деп айттық қой. Соның барлығы сұйықтық пен тұздар жиналу салдарынан диарея туындайды. Яғни диарея арқылы су-тұз алмасу бұзылып, сыртқа электролиттер, сулар, тұздар шығып кете бастады. Сондықтан да адам организмінде әлсіреп, бұл ары қарай процесс асқына беретін болса, адам тіпті есінен танып қалуы, комалық жағдайлар, тіпті адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. Цитотоксин бізде эпителицистер мембраналарын зақымдап, белок синтез процесін бұзады. Бұл ары қарай ішектегі шырышты қабаттың қабыну өзгерістерін шақырады. Енді классификациясына тоқталатын болсақ, бұл бізде зақымдану жеріне байланысты бірінші гастритик болып бөлеміз, яғни асқазан тұсы ауырсынып, тек қана құсулармен көрініс береді. Гастроэнтериттік дегеніміз бұл жерде асқазаны да, ішегі де зақымдала бастайды, тіпті диареялардың су тәрізді өтулері басталады. Ал гастроэнтероколиттік болатын болса, асқазан ішек жолдарына құсу да болады, іш өтулер де болады, және де колиттік дегеніміз ішектің ары қарай
цветінің өзгеруі нәжістердің тіпті қан аралас болуы мүмкін. Ауырлық дәрежесіне байланысты бұл жеңіл, орташа, ауыр деп бөлеміз. Жеңіл дегеніміз мысалға күніне 2-3 рет құсатын болса, орташа деген 4-5 рет, ал 9 тіпті одан да көп рет күніне құсу және де ішітулердің өте көп 10-15 реттен артатын болса, ол бізде ауыр дәрежелі болып саналады. Асқынуына байланысты асқынған және де асқынбаған деп бөлеміз. Асқынған болған кезде мысалы экзотоксикоз, токсикоз, гиповолемиялық шок және де инфекция токсикалық шокқа дейін алып келуі мүмкін. Енді анализ жасаған кезде біз жалпы қан анализінде лейкоцитозды көре аламыз, өйткені ағзада қабыну процесі болып жатыр. Жалпы зар анализі бойынша протеинурия, лейкоцитурия байқалуы мүмкін. Капрограмма тапсыртамыз, яғни нәжісін зерттейді, яғни шарты патогенді бактериялардың көбеюі байқалуы мүмкін. Және де гематокрит жоғарылайды, өйткені ағзада сусыздану болып жатыр. Құсу болып жатыр, және диарея болып жатыр, ол арқылы суды замасу бұзылғандықтан ағзада сусыздану кезінде гематокрит жоғарылап кетеді. Қанның электролиттік құрамы бойынша, яғни КШС анализ тапсырғанда гипокалемия, гипонатремия байқалады. Бактериялық зерттеу жасаймыз, нәжісін құсық массаларынан міндетті түрде жасауға болады. Серологияға түсер, тіпті және де басқа да ауруларды исключать ету үшін УЗИ және де ЭКГ, рентген түсіру керек. Дәрігер сізді міндетті түрде тексереді, жағдайыңызға байланысты, яғни жеңіл, ауыр, орта дәрежелі болуы мүмкін. Соған байланысты, жасыңызға байланысты дәрілердің дозасын дұрыстап тағайындап беретін болады. Енді жалпылама айтатын болсақ, жеңіл дәрежесі кезінде мысалға асқазанды шаю керек, және де аралдары гидратациялар ұсынады, сорбенттер беріледі, яғни токсиндерді шығару мақсатында, спазмолитиктер, яғни ауырсынуды жою мақсатында, эпигастр аймақтарының ішектердің ауырсынулары болады. Спазмды жою үшін мысалға тротаверин, папаверин дегендер беріледі. Тротаверин деген кәдімгі біздің қолданатын ношпамыз. Және де ферменттер ұсынылады. Ферменттер өйткені асқазанның жалпы асқазан жүрек жолының зақымдануы болғанда тағамды қорыту қиынырақ болады. Сондықтан да міндетті түрде оған біз көмектесу мақсатында диета ұстануымыз керек. Жеңіл, қайнатылған, буға піскен тағамдарды қолданып, және де ферменттерді қорыту мақсатында қолданамыз. Тіпті ауыр дәрежелі болатын болса, ол кезде антибиотиктер ұсынып, тіпті көктамыр ішіне регидратациялар құйылатын болады. Және де біз сорбент деп айтып жатырмыз. Сорбент ретінде қазірде жиі және жақсы көмектесетін бізде аминосор және де энтероскел болып саналады. Ал ішек микрофлорасын біз қалпына келтіруіміз керек, өйткені осындай инфекция салдарынан аш ішектегі жалпы бүрлердің зақымдануы, пайдалы бактериялардың жойылуына дейін алып келеді. Соны біз қалыпқа келтіруіміз керек, себебі біздің иммунитетіміз 70% осы ішекте орналасқан. Соны қалыпқа келтірсек, жағдайын тез қалпына келуіне көмектесеміз. Мысалға ода жиі қолданатын бізде Актофлор С және де нормофлорин, мобио деген сияқты препараттар жақсы көмектеседі. Ендігі кезекте тамақтан уланудың алдын алу мақсатында сіз арнайы бір ережелерді білуіңіз керек. Ең біріншісі жеке гигиена ережелерін сақтау. Тамақ пісірмес бұрын, дәретханаға барғаннан кейін, көшеден келген соң міндетті түрде қолыңызды сабынды сумен мұқият жуу керек. Себебі көшеден және де басқа да жерлерден келген соң теріңізге бактериялар қонуы мүмкін. Сосын дайын және шикі өнімдер, жартылай және тез дайындалатын фабрикаттарды алған кезде міндетті түрде оның сыртындағы жарамдылық мерзімін қарау керек. Және де тез бұзылатын өнімдер болса, тоңазытқышта сақтау керек. Және де көкөністерді, жеміс-жидектерді мұқият түрде дұрыстап жуу керек. Тіпті керек болса, сумен булауға болады. Ыстық елдерге саяхатқа барған кезде тек қана бөтелкедегі суды ішуіміз керек. Бұндай ыстық мезгілде тамақтардың тез айнуы, бұзылып кетуі болатындықтан міндетті түрде оның тамы, иісі ешқандай өзгеріс жоқ екендігіне ең бірінші көз жеткізіп алған жөн. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарийға өз ойыңызды білдіре кетуді ұмытпаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.